башында айтканмын, бул команда албетте конок команда. Алдыңыздарда Казакстан, Шымкент, Миллион командасы. Амандық бізден, саулық сіздерден болсын. Ассалаумағалейкум, Қырғызстан! Сонау Қазақстаннан келгеннен кейін, біз ақ келдір көрші елдерден. Сондықтан сонша жерден ерді шақырғаннан кейін, бірден жақсы кәдім, серьезный әңгімелерден президенттен бастайым. Мына Қырғызстанның президенті Садыр Жаппар мырза. Садыр Жаппаров қой? Ауысқан жоқ қой? Нормально. Келген сайын ауысып тұрады дейді, сұрап тұрмасам. Садыр Жаппар мырза, очки тағады, кітап оқыған кезде жиналыстарда. Мен ойлаймын да, сол кісі очки таққанда көзі минус пе екен, плюс пе екен? По-моему, минус. Минус, иә? Қырғызстан президенті Садыр Жаппаровта ешқандай минус жоқ. Дос, брат, көтерілді, кеттің сен. Потолок, сен министр боласың. Мэр боласың боласың. Ой, көпшікті қойып жібердіңіз ғой. Пақтан қойып жібердіңіз. Пақта қойын. Менде пақта көп қой, кімге қойды? Накселге де қойып жіберсең. Қырғызым, бір туғаным, бауырларым. Мәңгілікке өзіңді сүйіп өтем. Көздеріңнен сендердің жаутаңдаған бір туған бауырларым, қырғыздарым. Қырғызстаннан мұғы мен? Бәрі бауырларым өздерің. Бір туған Нұрлан отыр ғой, жаным. Қалайсың, Нұрлан, жақсысың ба? Танисыңдар ма? Кім ол? Нұрлан да ұрчы. Біздің Қайрат Нұртаспен өлең айтып жүрген ба? Қайрат Нұртаспен өлең айтқан жоқ. Наоборот, Қайрат Нұртас Нұрланмен өлең айтты. Қой, тихо, прокатите, пожалуйста, достарики. Қой ондайды. Не айтып тұрсың мансар сен? Не ол жағынып шықпай атып? Біздің қазақ қырғыздың ата-бабаларымыз туралықты бетке айтқан. Бұл қырғыз халқы шындықты тура айтады бұл. Сен андай мұндай қарамайды. Мықтысың ба? Дос күйдіріп айтады, дұшпан сүйдіріп айтады дейді. Мықтысы ба? Бір туғаныңда жаның аши ма? Шындықты айт мына жерде. Айтам. Айта аласың. Айтам мен любой шындық. Айтпаса. Нұрлан, сен бар ғой, ұрларың бәрі фонограммамен айтасың. Түсінің ба? Қатыныңнан қорқасың сен. Расын арасы көресің ба? Тынышы. Нең ба Нұрлан брат анда? Сен айтасың ба мына отқан халықтың мұң жайын бәрін чоң ағаларға айт шындықты. Көп қой проблемалар, көп қой. Проблема жоқ Қырғызстанда. Қандай проблема жоқ? Көмір қымбаттап кетті, соны айт, дұрыс па? Көмірден қымбаттап кеткен. Одан кейін Бішкекте күніге свет өшіп қалады дейді, соны айтсай. Ол проблема емес. Сендер оны дұрыс түсінбей жүрсіңдер. Қара. Қазақстанда 18 миллион адам бар, Қырғызстанда 7 миллион адам бар. 6 миллион, 6. Пәкістаннан келгендер бар ғой. Олар да көбейіп жатыр. Қара, 7 миллион болады. Келесі жылы Қырғыздарда 18 миллион болады деген қазақтар сияқты. Көрдің бе? Қалай 18 миллион болады? Қара, свет нешін өшіріп жатыр. Көрдің бе? Өшіреді светті. Көбейесін.
бірінші рет, сондықтан құрметті күйермандар, құрметті бір туғандар, айтайын, өкіметке бүйтіп, әняу, мынау дей бермеңіздер. Жоғарыдағы министр ағаларға жұмыстарына араласа бермеңіздер. Олар да сіздердің жұмыстарыңызға араласып отқан жоқ. Доченька, может чайку? Yeah, whatever. Доченька, супчик? Whatever. Доченька. бір туғандарыңыз қолдап отырыңыздар, миллион болыңыздар. Өзінің қызына SMS хабарлама жолдаймын деп қателесіп, анасына жолдап жіберген жігіттер түнгі клубта. Қыздар келгір, қыздар шақ. SMS жазды ма қыздарға? SMS жіберіп қойдым. Мағрипа осы клуб ау деймін. Кеңдер деді ғой арнайы. Апар! Не қылды? Не қылып жүрсіз түнгі клубта? Өзің ғой подругаңды алып кел дегеніңе Мағрипаны алып келіп отырмын. Апа, мен қызыма сообщение жазам деп сізге сообщение жазып. Ойбой, жүре Мағрипа ятпала де қайтайын. Брат, подругасын ақпарайықшы. Әже тоқтатыңызшы. Жалғастырамыз. Мектеп бітіргеннен 20 жыл болған ағаларымыздың 20 жылдық кездесуінде. Апай, не қылды? Апай, анаяқта Зарина бір жігітпен сүйісіп тұр. Сүйісіп күйеуі ғой 20 жылдық алып келген ғой. Оның күйеуі мен ғой. Албасы мектеп кезде сондай еді. Сонымен жалғастырамыз. Өзіне өте көп алып қоятын қатты звездовой етіп кеткен жігіт көшеде. Қанша жылдан бері Нұрландармен нырдап жүрміз. Осы көтеріліп кеткен білесіңе таза звезда болған. Саламатсың ғой. Саламатсыз. Кім едіңіз? Апаңмын ғой. Сонымен жалғастырамыз. Журналистер қауымның жүрмейтін жері жоқ. Сонымен 18-ші ғасыр, яғни қылым соғыста. Бұл сұрапыл соғыстың бітпегеніне 20 жыл болды. Аржақ қоймайды, бер жақ қоймайды. Сіздермен кешкі жаңалықтар тасқан ғана түркі Мербат орынған мазар бөбей мақсат. Арнайы жаңалықтар жүр. Тойға шығатын мини дискісіне 40 жыл болған ағамыз тойда. Ассалаумағалейкум. Сонымен жалғастырамыз. Жаз мезгілі далада 50 градус ыстық, кішкентай Матиз машинасында қысылып, шаршап, оштан шыққан 3 жігіт. Терезені ашшы кішкене. Шаң кіреді ғой терезеге. Ыстық қой мына. Жүрмей кетті ғой мынауда. Бізге не азап өзімізді қинап, өзіміздің шуткіміз. Қалағанын сөйлемейіз ба? Бергеш, кім? Хабарлауыш. Кесе бер. Кес бергеш. Айда бер. Әла болмайды, короче. Айтшы, оштан келатқан 3 жігітте астарында Lexus 570 деп айт. 570? Полный кондиционер комплектация бүкілі осы. Сол теп-текстеш. Күн жаман іспетті. Кондер. Қолдарында сушняк деп. Фреш, сен қандай сушесің? Горилла берші, Горилла бере сал. Горилла бере сал. Сен нешесің? Дизи бере сал. Полный бак деш, полный бак. Бензин. Айта берейін бе? Айта, болды. Сонымен тамашалаймыз. Жаз мезгілі далада 50 градус ыстық, астыларына 570 мініп алған оштан шыққан жігіттер, қолдарында бір мұздай суы бар, кондер доказа қосылып тұр, ішінде зор өлең қойылып тұр. Өзімізді қинап жатыр. Зор екен. Кім? Қызық болмай кетті. Қабия қабарлаш бергеш. Не қылды? Бетші, екі қыз сапыш. Арт жаға. Екі қыз. Айтшы. Хабарлаш. Сосын тір жағаласы осынша. Шле Жалғастырамыз. Бала күнімізде біз сырқаттанып ауырып қалған кезде аналарымыз бізге дәріні дәл осылай ішкізетін. ішіп қой болды мына, ішіп қойшы кән. Аузынды ашшы. Қара, папаң ішіп қойды, ішіп қойшы. Көрді папаң ішіп қойды.
көрме міне ішіп қойшы қойшы мама ашты аш емес ішіп қой деймін ішпеймін апа қара папаң ішіп қойды папа ішіп қойшы папасы ішіп қойсын ішіп қой көрдің бе папаң ішіп қой жазылып кетесің әде жөтелмей жүр аузын ішпеймін мама ашты қойшы ашты қара папаң ішеді ей папаң ішпе папасы ішпе бала ішпейін десе қинама баланы қинама ашиында ішкенде бәле дейсің ғой іш баланы қинама мына мен іш жаңа қасық бөтен кезде ішіп қою керек еді сынбай атып ішпеймін қара міне қара папаң ішіп қояды папасы ішіп қойшы ма көрдің бе өле папасы папаң дәрісіген папасы ішіп қой қара балаң ішеді ішіп қойса деші бол қойшы мидасы құрметті бір туғандар қанат сөзін бөлсем айып етпе сценарийден бөлек жігіттер қадырбайға рұқсат па мен білесіңдер 2 жылдан бері жүріп жүрген қызым бар сол қызыма бүгінгі осы керемет Бішкек қаласында сөз салсам деп отырмын рұқсат болса ой қол шалып қой жүзігі бар ма өзі қаяқ кетті анау оның қызы Қазақстанда емес па? Қазақстан кетті. Ерop. Sizin Allah'ınıza gönderirken milyon kafanız. Ama olmazlar. Рахмат. Мен Долбордың башқы медиа өнөктөшүнө ыраазычылык билдирейин. Албетте Ош Пирим телеканалына жана ошондой эле Супер ТВ болуңуздар. Чоң рахмат. Сизди катыны бола тура бөтен кемпирлерге, бөтен катындарга, бөтен кыздарга барат дейт, сол рас па? Ооба, мен ошондоймун. Жіберем. Қатыңызға жіберіп атыңдар. Use My Club командасы.